Ой, айналайын, қарасаң көзің жауын алатын, тұтынсаң бұйым, бұл құрақ деген зат болады. Бұрынғы заманда мата тапшылығында осылай қалған қиындыларды рәсуа болмасын деп, осылай бір-біріне құрақ тікен. Көрдің ба қызым, қандай әдемі, ұстап көресің ба? Қандай әдемі, мен де өскенде сіз сияқты құрақ көрпе құрайтын боламын. Ой, жарайсың жаным. Әже, менің құт жегім келіп тұр. О, айналайын, олай болса, саған қазағымыздың ақ тағамдарын жасап үйретейін. Келінжан, келе ғой. Ау, ене. Қызым, саған айтам, келінім сен тыңда демекші, Келінжан барып ешкі сауып келе ғой. Қасыңа менің құлыншағымды ертіп кете ғой. Әке көрген оқ жанар, шеше көрген тоң пішер демекші, менің Айзере қызым қасыңда жүріп, бәрін көзімен көріп, біліп, үйрене берсін айналайын. Әрине, жүр қызым, енші ешкімді соғып келейік. Жүре ғой қызым, шелегімізге жыл суымызды құйып алайық. Желінің жыл суымен асықпай жуып аламыз. Желінің тазалығы, желінің тазалығы мен денсаулығына байланысты. Қызым, ешкінің сүтінің пайдасы қандай екенін білесің бе? Бұл иммунитетімізді нығайтып, асқазандарымызды тазартып, жүректің жақсы жұмыс жасауына көмектеседі. Қазір үйге барып, сүтімізді пісіреміз. Міне қызым, сүтті пісірместен бұны ең алдымен жақсылап сүзгіден өткіземіз. Енді сүзгіден өткен сүтімізді жақсылап отқа қойып пісіреміз. Міне қызым, сүтіміз пісті. Енді осы піскен сүтімізді қатық жасаймыз. Ол үшін ең алдымен бір қасық ұйытқы салып, жақсылап сүтімізді араластырып, орап, жылы жерге қоямыз. Міне Айзере қарашы. Осылай қатығымызды жақсылап орап, әбден үйілғанша өстіп қойып қоямыз. Енді кеше осындай ұйытқан қатығымыз бар. Дәмін көресің бе, Айзере? Иә. Мені қарашы. Қалай екен? Тәмді. Осы ұйытқан қатығымыздан кеше осындай сүзбе дайындағанмын. Міне қарашы, сүзбені осылай қапшыққа салып дайындайды. Қазір осы сүзбемізді ысқа салып, әжемізге апарып бірге қып дайындаймыз. Айзере қызым, маған көмектесші? Жарайтыңыз. Әне жүрмін. Әже, біз сүтті пісіріп, ұйытып, сүзбе салып, енді біз құрт жасаймыз. Ой, бәрекелді. Барлығын Айзере қызым өзің көзіңмен көріп, үйренгенің өте жақсы болды. Ағы бардың, бағы бар деп халқымыз осылай сүт
тағамдарын киелі санап, өте қадірлеп, қастерлеген балам. Бұлай болса, енді құрт жасап үйренеміз. Қазақтың құртын қалай жасау керектігін мен саған сіздерге үйретіп жіберейін. Міне қызым, сіздер сүзбе жасап келдіңіз. Біз құрт жасау үшін оған бірінші тұз қосуымыз керек екен. Міне осылай тұзды қосып, одан кейін мына тұз қосылған сүзбемізді қолымызбен, саусағымызбен жақсылап тұздарын араластырып аламыз. Құрт деген балам, бұл адамға өте пайдалы. Міне қызым, бұлай қолымызға сүзбемізді аламыз. Қане алайықшы, қолыңа алып, алақанымызға қойып, екінші қолымызбен үстін басып, дөңгелек етіп, міне осылай дөңгелек етіп, құрт жасап шығарамыз. Міне, көрдің бе қызым, құрттарымыз қандай әдемі шықты. Мынау дөңгелек пішін сияқты. Міне сенің жасағаның дөңгелек пішін сияқты, ал мыналар сопақша пішіндерге ұқсайды екен. Қарашы Айзере, қандай әдемі шықты. Иә әже, еңбектің наны тәтті дегендей, дәмі де ерекше екен. Өте тамаша, жарайсың қызым. Әрбір үйде, әже де, ана да осылай тәлім тәрбие беріп отырса, біздің құндылықтарымыз ешқашанда жоғалмайды деп сенем. Сендерге түсінікті болды ғой, айналайындар? Менің сендерге үйреткендерімнің барлықтарын осылай етіп, біздің өзімізден кейінгі қалған ұрпақтарға жеткізесіңдер деп ойлаймын. Қане олай болса, қатығыңнан құя ғой, айналайын.